Оралхан Бөкей, қайдасың қасқа құлыным? Адам баласы табиғаттан алшақтаған сайын, сезімі сетінеп, түйсігін тұман басып, мейірімі азая беретін сияқты. Автор бұл жағдайда жер бетіндегі жарасымдылық атаулы жойылады дейді. Құс ұшса ұясы қалар, ал менің ұям туған жер, мен осынау туған жерге оралған сайын, қайта дүниеге келем, қайта іңгәләп, қайта қаздырып, тәй-тәй басам. Повест ауыл тіршілігін суреттеумен басталып, әкеге деген сағынышты арқау етеді. Мен тұңғыш рет кіндік қаным тамған жердің не себептен ыстық боларын сезіп, алғаш рет әкемнің не себептен осынау қоңырқай шаруасы мен атамекенін қимайтынын сездім. Туынды желісі бойынша ересектер боз биенің егіз құлын туын жамандыққа жорып, біреуін өлтіреді. Ертеңіне екінші құлыны да кетеді. Бие содан қайтып құлындамай бедеу қалады. Кішкентай қасқа құлынға деген сағыныш жас кейіпкердің жанын сыздатады. Шығармада аш құрсақ, жалтақ боп өскен тірі жетім, қаршығаның жан күйзелісі де суреттеледі. Мен шешемді кінәлай алмайым. Бөкеш сенің әкең деп әлі бір рет айтқан жоқ. Өзіңде сезетін шығарсың дегендей, мойындай, жасқана, кінәлана күрсінетін, күрсінген сайын бір жылға қартаятын. 90-нан асқан сарқынды өлерінде домбырасымен сыбызғысын өзімен бірге көмдіреді. Осылайша автор тілімізден, дәстүр салтымыздан айырылған бейшара күйімізді меңзеген болуы мүмкін. Жазушы Оралхан Бөкейдің еңбектері неміс, словак, болгар, ағылшын, венгр, араб, Қытай, Жапон және ТМД елдері халықтарының тілдерінде жарық көрген.